Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Онлайн сабаққа қош келдіңіздер. Менің есімім Жалиева Нұргүл Аңқысынқызы, информатика пәнінің мұғалімі. Балалар, біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы операциялық жүйелер. Бүгінгі сабақта сіздер операциялық жүйе және оның негізгі міндеттерін, интерфейсін, нысандарын және операциялық жүйенің басқару элементтерін меңгеретін боласыздар. Балалар, операциялық жүйе дегеніміз не? Яғни, операциялық жүйе компьютер құрылғыларының үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастыратын және түрлі командалардың орындалуын басқаратын жүйелік программа. Операциялық жүйесіз компьютер ешбір әрекетті орындай алмайды. Олай болса, балалар, экранға назар аударып, бейне жазбамен танысып шығамыз. Операциялық жүйе ұғымы. Операциялық жүйе өзара байланысты бағдарламалар жүйесінің кешені. Олардың міндеті пайдаланушының компьютермен өзара әрекетін және басқа бағдарламалардың орындалуын ұйымдастыру. Операциялық жүйе әдетте компьютердің сыртқы жады дискіде сақталады. Компьютерді қосқан кезде ол дискілік жадтан оқылып, жедел жадқа орналасады. Бұл процесс операциялық жүйенің жүктемесі деп аталады. Операциялық жүйе қызмет көрсететін, бір мезетте өңделетін міндеттердің және пайдаланушылардың санына қарай операциялық жүйенің негізгі 4 класы болады. Бір пайдаланушыға арналған бір міндетті, ол бір пернетақтаға қосылып, дәл сол уақытта бір міндетпен ғана жұмыс істей алады. Аялы мөрі бар бір пайдаланушыға арналған бір міндетті, бұл негізгі міндетпен қатар тағы бір ақпаратты басып шығаруға бағдарланған қосымша тапсырманы іске қосады. Бұл ақпараттың көлемі көп болған жағдайда басып шығаруға жіберу жұмысын тездетеді. Бір пайдаланушыға арналған көп міндетті, бір пайдаланушыға бірнеше міндетті параллельді түрде өңдеуді қамтамасыз ету. Мысалы, бір компьютерге бірнеше принтер қосуға болады. Олардың әрқайсысы өз міндетімен жұмыс істейді. Көп пайдаланушыға арналған көп міндетті бір компьютерде бірнеше пайдаланушымен бірнеше міндетті қосуға мүмкіндік береді. Бұл операциялық жүйе өте күрделі және айтарлықтай машиналық қорларды талап етеді. Кәсіби қолданысқа бағдарланған дербес компьютерге арналған операциялық жүйе келесі негізгі компоненттерден тұруы тиіс. Енгізу, шығаруды басқару бағдарламасы. Файлдық жүйемен компьютерге арналған жоспарлы міндеттерді басқаратын бағдарламалар. Командалық тілдің процессоры операциялық жүйеге жіберілген командаларды қабылдап, сараптап орындайды. Әрбір операциялық жүйенің өз командалық тілі бар. Ол пайдаланушының қандай да бір әрекетті орындауына мүмкіндік береді. Балалар, операциялық жүйенің қызметтеріне тоқтала кетейік. Қызметтері енгізу мен шығару құрылғыларын басқарады. Перифериялық құрылғыларды анықтап, оларды орнатады. Және файлдар мен бумаларды басқарады. Басқа программалық қосымшаларды жүктеп орындайды. Жедел жадыны басқарады. Қатқыл дискіден мәліметті оқиды және мәлімет жөнелтеді. Ал келесі қызметтің түрі программалық қамтамамен ақпараттық қамтаманың байланысуына мүмкіндік береді. Ал жүйе қателіктерін түзетіп, қолданушыға ескертеді. Жақсы. Келесі операциялық жүйе интерфейсі дегеніміз не? Қолданушы мен компьютер арасындағы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін ережелер мен құралдар жиынтығын интерфейс деп атаймыз. Алғашқы операциялық жүйелерде
компьютерді басқару үшін нұсқаулар пернетақтадан енгізіліп, Enter батырмасын басу арқылы орындалады. Бұл командалық интерфейс деп аталады. Командалық интерфейс операциялық жүйе интерфейсінің ең алғашқы түрі болып табылады. Оның басты ерекшелігі барлық командалардың компьютерге пернетақта көмегімен енгізілуінде. Ал енді балалар, сіздердің алдарыңызда қазіргі операциялық жүйелерде қолданушыға ыңғайлы графикалық интерфейстердің суреті қарастырылған. Яғни қазіргі кездегі қолданылып жүрген операциялық жүйелердің суреті беріліп тұр. Өзімізге таныс Windows операциялық жүйесі, Android операциялық жүйесі, Linux операциялық жүйесі бар. Балалар, Windows операциялық жүйесі 4 элементтен тұрады. Сіздердің назарларыңызда экранда сурет көрсетіліп тұр. Яғни іске қосу батырмасы, белгіше және жұмыс үстелі және тапсырмалар тақтасы бар. Ал енді қандай нысанмен жұмыс істеуге болады? Балалар, операциялық жүйенің нысандары бар және таңбашалар бар. Операциялық жүйенің нысандарына қапшық, себет және менің компьютерім жатады. Ал таңбашаларға файлды, буманы немесе интернет парақты тез жүктеуге мүмкіндік беретін нысанға сілтемені таңбаша деп атаймыз. Нысан белгісінің сол жақ төменгі бұрышында нұсқар бар, яғни стрелка деп атаймыз, осы көрсеткіші бар болуымен ерекшеленеді. Пернетақта мен тінтуір операциялық жүйенің нысандарын басқару үшін қолданылатын компьютердің негізгі енгізу құрылғылары болып табылады. Ал енді балалар, бүгінгі өткен сабағымызды қорытындылай келе, сіздердің алдарыңызға суреттер беріліп тұр. Суреттегі цифрлық құрылғыларды қандай ортақ нәрсе біріктіреді деп ойлайсыздар? Кәнекей, бәріміз бірігіп, ой бөлісіп жауап берейік. Дұрыс айтасыздар балалар. Яғни суреттегі берілген цифрлық құрылғылар, бұлардың барлығы операциялық жүйе ортақ болып біріктіреді. Жақсы, балалар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Операциялық жүйені пайдаланушы мен компьютер арасындағы көпірді қалай елестетесіңдер? Кәне, ойланып жауап берейік. Жақсы, өте дұрыс айтасыздар. Яғни, операциялық жүйені пайдаланушы мен компьютер арасындағы көпірді сақина тәріздестеміз. Яғни, бұл көпірдің барлығы бір-бірімен тығыз байланыста болады. Өте жақсы. Ал енді балалар, барлығымыз бірге орындап көрейік. Жұмыс үстелі элементтерін атайық. Сіздердің алдарыңызда 4 элементтің суреті беріліп тұр. Бірінші суреттегі элементтің атауын атаймыз. Дұрыс айтасыздар. Яғни бірінші суреттегі менің компьютерім элементі. Екінші суреттегі элементтің атауын атаймыз. Жарайсыздар. Яғни бұл элементтің атауы себет деп аталады. Үшінші суреттегі элементтің атауын атаймыз. Өте жақсы. Яғни бұл элементтің атауы желі деп аталады. Келесі, төртінші суреттегі элементтің атауын атаймыз. Өте жақсы. Яғни бұл элементтің атауы бума деп аталады. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, біз операциялық жүйе туралы толық мәлімет алдық деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.